Сіз критиканы қалай қабылдайсыз? Мен Меруерт Тимурқызы практик, парақшама жазылыңыз. Сізге айтылған критика сөз сіздің өкпеленішіңізді тудырып, сізде реакция тудыратын болса, онда сіз өзгенің пікіріне тәуелдісіз. Сіздің самооценкаңыздың төмендігін көрсетеді. Ал самооценкасы жоғары өзіне сенімді адам қалай жауап береді? Ол сіздің пікіріңіз, менің ойымша, мен өзімді олай санамаймын, ол сіздің ойыңыз деген сияқты нақты жауап береді. Сондықтан да, егер сіз өзіңіздің самооценкаңызды көтергіңіз келетін болса, өзіңіздің қандай жақсы қабілеттеріңіз бар, плюстеріңіз бар, қандай жеңістеріңіз бар, кіші, үлкен жеңістеріңіз, қандай жетістіктеріңіз бар, соның бәрін жазып шығасыз. Екіншіден, нақты мақсаттарыңыз болу керек. Үшіншіден, өзіңіздің сүйікті ісіңіз, қандай бір істі сіз өте жақсы жасайсыз, сол істің маманы болуыңыз керек.